Жақсылық қылсаң өзіңе, жамандық қылсаң өзіңе. Баяғыда бір келіншек күнде екі тапанан пісіріп, біреуін өзі талғажау етіп, біреуін терезесінің алдына қояды екен. Ол тапананды көшеде кетіп бара жатқан кез келген адам алып кете алады екен. Нанды күнде терезе алдына қойғанда, басқа қалаға кетіп, содан бері еш хабарсыз, ошарсыз жоқ болып кеткен баласының аман келуін тілейді екен. Бірде аяғын сілтіп басатын қаңғыбас шалдың алып бара жатқанын байқап қалады. Алайда шал алғыс айтудың орнына жамандық қылсаң өзіңе, жақсылық қылсаң өзіңе деп кетеді. Байқаса, нанды күнде осы шал алады екен. Таң ата терезені аңдып тұрады. Нанды көре сала дорбасына салып, баяғы сөзді айтып кетеді. Бұл әйелдің ашуына тие бастайды. Қаңғыбас шал алғыстан гөрі қарғысты айтып кеткендей әсер қалдырып жүреді. Қаңғыбас шалдан құтылмайтынын біліп, әйел ашуланып, сол күнгі тапан нанына у қосып қояды. Бірақ жеме-жемге келгенде, у қосылған нанды терезе алдына қоюға әйелдің дәтілі бармайды. Ол сол бойында істегеніне өкініп, нанды жалма-жан отқа тастап жібереді. Сосын басқа нан пісіріп терезе алдына қояды. Бұрынғыша қаңғыбас шал келіп, көз-көз қолымен алып жатып, жамандық қылсаң өзіңе, жақсылық қылсаң өзіңе дейді де бетіне қарап тұрып. Сол күні кеште біреу әйелдің үйінің есігін қағады. Ашша жоғалып кеткен ұлы екен. Түрінен түр жоқ, киімі жыртылған, өзі жүдеп кеткен. Анашым, мен сізді ешқашан көрмеймін бе деп ойлап едім. Жұмыс іздеп басқа қалаға барғаныммен жолым болмады. Елге оралғанымда бір бұзық жігіттер жолығып, мені жолда аяусыз ұрып-соғып тонап кетті. Ес-түссіз жатқан кезімде аяғын сілтіп басатын қаңғыбас шал тауып алып, мені ес жинағанымша күнде тамақтандырып отырды. Күнде бір тапанан тауып әкеліп, күнделікті азығын екіге бөліп, нанның жартысын өзі, жартысын маған беріп отырды. Анашым, адамның жанының таза болуы сырт бейнесімен өлшенбейді екен. Мен осыны түсіндім, дейді ұлы. Ұлын құшақтап тұрып, мұны естігенде әйелдің көзі қарауытып, басы айналып кетеді. Бүгін ғана шайтанның арбауына еріп, шалға уланғаннан бергісі келді емес пе? Онда қаңғыбас шалмен бірге ұлы да көз жұмар еді ғой. Сонда ғана әйел жамандық қылсаң өзіңе, жақсылық қылсаң өзіңе деген сөздің мағынасын түсінеді.